кіріс бар, бірақ ақша жоқ. Неге? Бір күні маған бір кәсіпкер келді, ол уайымдап отыр, айтады: "Бәке, мен ештеңе түсінбеймін, Каспиге ақша түсіп жатыр, клиенттер келеді, айына ондаған миллионға сатамыз. Бірақ айдың соңында ақша жоқ, кейде жалақы төлеуге ақша іздеймін" деді. Мен одан бір ғана сұрақ сұрадым: "Сенің бизнесіңде дәл қазір қанша ақша бар?" Ол үндемей қалды. Тағы сұрақ қойдым: "Оның қаншасы пайда?" Тағы да жауап жоқ. Сол кезде мен оған: "Сенің мәселең сатуда емес, сенің мәселең ақшада да емес, сенің мәселең ақшаны басқаруда" дедім. Егер сізде ақша көп, айын алғанмен қалтаңызда ақша қалмай жүрген кәсіпкер болсаңыз, онда осы видеоны соңына дейін көріңіз. Өйткені бүгін мен кәсіпкерлердің миллиондарын қалай байқамай жоғалтып жатқанын көрсетемін. Каналға тіркеліп алыңыз, комментарий жазыңыз, видеоны достарыңызға жіберіп бөлісіп отырыңыз. Мен көптеген кәсіпкерлермен жұмыс істедім, бизнес разборлар өткізіп жүрмін. Бір қызығы, олардың барлығы бірдей сөз айтады: ақша жоқ. Басында мен ойлайтынмын, мүмкін сатуға шығар деп. Бірақ есептерін қарасам, біреуі айына 10 миллионға сатады, біреуі 30 миллион, біреуі 100 миллионнан асады. Бірақ сонда да сұрақ туады: егер ақша кіріп жатса, неге кәсіпкердің өзінде ақша жоқ? Бір күні осыны терең зерттей бастадым. Сонда бір заңдылықты байқадым. Ақшасы жоқ кәсіпкерлердің бәрі бірдей қателік жасайды. Олар күнде жұмыс істейді, клиент іздейді, жарнама жасайды, қызметкер жалдайды, тауар алады, бірақ ақшаны ешкім басқармайды. Ақша қайда кетіп жатыр, ешкім нақты білмейді. Бір жерде қажетсіз шығын болады, бір жерде қоймада қатып қалады тауар, бір жерде қызметкерлердің қателігі болады, бір жерде қарыз, бір жерде салық, бір жерде пайда емес, айналымда ғана. Сөйтіп, айдың соңында кәсіпкерлер тағы да ақша қайда кетті деп отырады. Ең қызығы, олар көбірек сатуға тырысады, бірақ мәселе сатуда емес. Егер шелегіңіздің түбі тесік болса, оған көбірек су құю мәселені шешпейді, керісінше су бұрынғыдан да тез жоғалады. Бизнесте де дәл солай. Неге ақша жоқ? 5 үлкен қателік. Енді ең маңызды сұраққа жауап берейік: неге ақша жоқ? Бірінші себеп, кәсіпкерлер айналымды пайдамен шатастырады. Маған көп адам: "Бәке, мен айына 50 миллионға сатамын" дейді. Мен айтамын бірден: "Керемет, ал пайдаңыз қанша?" деймін. Сол кезде ол кісілердің көбісі ойланып қалады. Өйткені олар айналымды біледі, бірақ пайданы білмейді. Екеуі екі түрлі нәрсе. 100 миллион сату дегеніміз 100 миллион табыс деген сөз емес. Сол ақшаның ішінде тауар бар, жалақы бар, арендасы бар, жарнама бар, салық бар, несие бар, сол сияқты шығындар көп. Мысалы, жеткізу бар. Осының бәрін алып тастағаннан кейін ғана пайда қалады. Ал көп кәсіпкерлер соны есептемейді. Екінші үлкен қателік, компанияның ақшасын өзінің ақшасымен араластыру. Бұл өте қауіпті. Көп кәсіпкерлер осылай жасайды. Бизнес картасынан үйге азық-түлік алады, телефон сатып алады, демалысқа төлейді, туысына ақша береді, бала-шағасына береді. Сосын айдың соңында ақша қайда кетті дейді. Сондықтан осындай қателік жасамаңыздар. Әрине, ақша жоқ болады. Өйткені бизнес сіздің әмияныңыз емес, компанияның ақшасы. Компанияның ақшасы жеке ақша, ол сіздің жеке ақшаңыз. Екеуінің арасында әрқашан шекара болу керек. Осыны ұмытпаңыздар. Үшінші қателік, ақша қозғалысын бақыламау. Қазір сұрақ: егер мен сізден өткен айда жарнамаға нақты қанша теңге жұмсадыңыз деп сұрасам, бірден жауап бере аласыз ба? Осы сұрақ ойланып көріңізші. Ал қоймаға қанша ақша жұмсадыңыз, жеткізуге, басқа шығындарға ше? Егер жауап бере алмасаңыз, демек сіз ақшаңызды емес, болжамды басқарып жүрсіз. Бизнесте болжаммен емес, санмен нақты жұмыс істеу керек. Төртінші қателік, төлем күнтізбесінің болмауы. Мысалы,
бүгін кассадан 15 миллион теңге жатыр, кәсіпкер қуанып кетеді, ақша көп екен деп, сөйтеді де ертеңінде жаңа көлік алады. Көбісі солай жасайды. Кеңсеге қымбат жиһаз алады, тауар алады, бірақ бір аптадан кейін жалақы күні келеді, аренда келеді, салық келеді, несие келеді, әркімде әртүрлі. Жеткізушілер ақша сұрайды, сонда ғана түсінеді кәсіпкер кассада ақша өзінікі емес екенін. Ол алдағы төлемдерге арналған ақша болған. Сондықтан әр компанияда міндетті түрде төлем күнтізбесі болу керек. Осыны есте сақтап алыңыздар. 5-ші қателік: басшы барлық шешімді сезіммен қабылдайды. Маған солай сияқты, меніңше осы жерде пайда бар, болады деген сияқты өзінің қиялымен жасайды. Бизнес сезіммен басқарылмайды. Мысалы, ұшақты пилот аспаптарға қарайды, мысалы кеменің капитаны болсын, навигацияға қарайды. Ал кәсіпкерлер сезіммен емес, нақты цифрге қарау керек. Компанияны цифрмен басқару керек, естеріңізде болсын. Күн сайын, апта сайын, ай сайын, сонда ғана сіз бизнесті нақты қай жерде ақша жоғалтып жатқанын көресіз. Менің тәжірибемде кейбір кәсіпкерлер жылына 10 миллион теңгені жоғалтып жүргенін кейін ғана біледі. Ең өкініштісі, олар оны ұрлағандықтан емес, өздері бақыламағандықтан жоғалтып жатыр. Бұл көп кәсіпкерлердің қателіктері. Сондықтан мәселе ақша табуда емес, мәселе ақшаны сақтап көбейтуде. Ақша басқару жүйесін қалай құру керек? Сонымен біз түсіндік, көп кәсіпкерлердің мәселесі ақша табу емес, мәселе келген ақшаны дұрыс басқармауда. Енді сұрақ, оны қалай шешуге болады? Бірінші қадам, бизнеске қаржылық тәртіп енгізу керек. Көп адам бизнес дегенде тек сату деп ойлайды. Клиент келді, тауар сатылды, ақша түсті, болды деп ойлайды. Бірақ үлкен бизнеске қарасаңыз, олардың барлығында бір нәрсе бар. Олар ақша қозғалысын бақылауда ұстайды. Өйткені бизнес бұл эмоция емес, бизнес пример деген болмайды. Бизнесте нақты сандар, цифр. Бизнес бұл жүйе, естеріңізде болсын достар. Бірінші жүйе ол ақша ағымын бақылау. Күн сайын сіз мынаны білуіңіз керек. Бүгін қанша ақша кірді, қайдан кірді, қайда шықты, қандай шығын болды, қанша ақша қалды. Егер кәсіпкер осыны білмесе, ол көзі жұмулы көлік айдап келе жатқан жүргізуші сияқты. Ал көзі жұмулы адам қанша жақсы жүргізуші болса да, бір жерде қателесе де соғылып қалады деген сияқты. Екінші жүйе пайда мен шығын есебі. Көп кәсіпкерлер айтады, менің ақшам бар, бірақ сұрақ, бұл ақша сізді пайдаңыз ба, әлде айналма ақша ма деймін. Мысалы, сіз 20 миллион теңгеге саттыңыз, сырттан қарағанда жақсы нәтиже, үлкен көп ақша тапқан сияқтысыз. Бірақ тауарға 12 миллион кетті, қызметкерлерге 3 миллион кетті, аренда, жарнама, салық 3 миллион кетті деген, сізде қалған 2 миллион. Міне, бұл сіздің нақты пайдаңыз. Сондықтан кәсіпкер айналымға емес, таза пайдаға қарау керек. Бұл енді көбісінің жиі жіберетін қателігі. Үшінші жүйе ол төлем күнтізбесі. Бұл өте маңызды. Сіз әрқашан білуіңіз керек, алдағы 7 күнде қандай төлем бар, алдағы 30 күнде қандай міндеттеме бар, қанша ақша керек, қай жерден келеді, сонда сіз ақша тапшылығына түспейсіз, кассовый разрыв болмайды. Өйткені ақылды кәсіпкер ақша жетпей қалған кезде емес, әрекет етпейді, ол алдын ала жоспарлайды. Осы естеріңізде болсын. Төртінші жүйе басқарушылық есеп. Бұл кәсіпкердің көзі десек болады. Кейбір кәсіпкерлерде бухгалтерия бар, бірақ бухгалтерия көбіне салық үшін керек. Ал кәсіпкер шешім қабылдау үшін басқа ақпараттар керек. Қай тауар көп пайда келеді, қай қызмет ақша жеп жатыр, қай бөлім тиімді емес, қай қызметкер нәтиже бермей жатыр. Осы сұрақтарға жауап беретін нәрсе басқарушылық есеп. Осы естеріңізде болсын. Енді ең бастысы ойды есте сақтаңыз. Кәсіпкердің мақсаты тек көп ақша табу емес, кәсіпкердің мақсаты ақша келетін, сақталатын және көбейетін жүйе құру. Өйткені кейбір адамдар миллион табады, бірақ миллионды ұстай алмайды. Ал кейбір адамдар аз табыстан бастап жүйе арқылы үлкен компания құрады.
айырмашылығы ақшаны басқаруда. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, қазір өзіңізге 3 сұрақ қойыңызшы. Бірінші сұрақ, менің бизнесімде нақты таза пайда қанша? Екінші сұрақ, ай сайын ақша қай жерден кетіп жатқанын білемін бе? Үшінші сұрақ, алдағы 30 күндегі барлық төлемдерім жоспарланған ба? Егер осы 3 сұрақты нақты жауап бере алмасаңыз, демек сізге ақша басқару жүйесі керек. Егер сізде бизнесіңізде ақша жоғалмайтын, бақылауды болатын жүйе құрғыңыз келсе, комментарийге осы видеоның астына жүйе деп жазыңыз, немесе маған Инстаграмға, Телеграмға, дайректке хабарласыңыз. Сілтемелер YouTube каналының бетінде немесе видеоның описаниясында тұрады. Мен кәсіпкерлерге бизнестегі ақша қозғалысын реттеп, қаржылық бақылау жүйесін құруға көмектесемін. Есіңізде болсын, ақша тапқан адам емес, ақшаны басқара алған адам барлық байлықты құрады. Видеоны басынан соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.